Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum құрметті шәкірт. Құран кәрім әліппесі мұғалім сәнидің 4-ші сабағын бастаймыз. 4-ші дәріс бұл тә әрпі. Тә әрпі. Тілдің ұшы мен алдыңғы екі үстіңгі тістің түбі махражы, яғни шығатын орны. Тә жіңішке әріптерге жатады. Бұл әріптерді жуан қылуға болмайды. Тә әріпі жіңішке әріптердің қатарында жатады. Оны жуан қылуға болмайды. Тә, ти, ту. Тә, ти, ту. Мәт, мәт, яғни мәт деп тоқта қалуға болмайды. Өйткені д әріпі сияқылды болып қалады. Сәл ғана дыбыс шығарамыз. Мәт, қатты дыбыс шығармаймыз. Мәт деп сыға жақындатып жібермейміз. Мәт, мит, мит, мут, мут. Тә, мәр, тә, мәр. Сукынға тоқтаймыз. Тәрир, тәрир, тәрир. Зур, тә, зур, тә. Әмәр, ти. Яғни сукынға тоқтап асықпай оқимыз. Әмәр, ти. Мәрор, ту. Мәрор, ту. Умир, ту. Умир, ту. Әмәрот, әмәрот. Әмәртум, әмәртум. Әмәртум. Умиртум, умиртум. Мәрортум, мәрортум. Муриртум, муриртум. Құрметті шәкірт, жәнегі жоғарыдағы 3-ші сабаққа назар салсақ, мим әрпіне тоқталған едік. Мим әрпінің сөз басы, сөз ортасы, сөз соңында 3 бейнеге енгенін көріп отырмыз. Мим әрпінің сөз басында бөлек, мим әрпі сөз ортасында бөлек, мим әрпі сөз соңында бөлек. Бұның үшеуі де бір әріп болып саналады. Сол секілді 4-ші дәрісіміздегі тә әріпі де сөз басында тә басқаша, сөз ортасында тә басқаша, сөз соңында тә басқаша. Яғни бұның үшеуі де бір әріп болып саналады. Тә, ти, ту деген секілді. Нун әріпі. Нун әріпі жіңішке әріптердің қатарына жатады. Нун әріпінің махражы тілдің ұшы мен алдыңғы екі жоғарғы тістің ішкі жағынан шығады. Нун жіңішке әріптердің қатарына жатады. Оны жуан қылып жүрмейміз. Жоғарыда айтқандай нә, ни, ну. Яғни нун әрпінің де сөз басы, сөз ортасы, сөз соңы бар. Нә, ни, ну. Нә, ни, ну. Ән, ән. Ин, ин. Зин, зин. Мән, мән. Мин, мин. Яғни м, и, ін. Мин. Нәм, н, ә, ім. Нәм. Әнтә. Сукынға тоқтап аламыз, құрметті шәкірт. Әнтә. Әнтә. Нимтә. Сукынға тоқтаймыз. Нимтә. Әнтум. Әнтум. Нимтум.
нимтум, нәзиру, нәзиру, нәзину, нәзину, әмарна, әмарна, умирна, умирна, мәрорна, мәрорна, мурирна, мурирна, әмрорна, әмрорна. Яғни мим әрпі жіңішке әріптердің қатарына жатады. Келесі әрпіміз ол я әрпі. Я әрпі жіңішке әріптердің қатарына жатады. Я әрпінің шығатын орны тілдің ортасы мен оның тұсындағы таңдай. Тілдің ортасы мен оның тұсындағы таңдай. Я, и, ю. Я, и, я, и, ю. Я, и, ю. Жіңішке әріптердің қатарына жатады. Я, и, ю. Әй, әй, әйму. Сукунға тоқтаймыз. Әйму, зәйту, 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 мәйту, мәйту, раю. Яғни бұл жерде раю. Алиф оқылмайды. Алифтің үстінде сукун қойып қойған. Яғни алифтің оқылмайтындығы сукунның қойылуына байланысты. Раю, раю. Яғни бұл жерде алифті оқымаймыз. Раю. Рамю, рамю, Ямен, 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 Марьям, Марьям, Мәйзәр, Мәйзәр, Мәймән. Буынға бөліп аламыз сукунменен. Мәймән, әймән, әймән, әмройни. Бұл жерде сукун екі жерде келіп тұр. Екі жерге тоқтаймыз. бір тоқтап аламыз. Ройни, әмройни. Сол секілді зәй, тәй, ни, зәй, тәй, ни, әй, мәй, ни, әймәйни. Көп шәкірттер осыны аз оқығаннан кейін харекеттерін чатастырады, сукундарын харекеттерін. Бұны көп оқу керек, құрметті шәкірт. Бұл сабақтарды көбірек оқу керек. Бір бетті осы видео сабақпен қарап алғаннан кейін өзіңіз жеке түрде 10 рет, 15 рет оқып үйреніңіз. Әймәйни, мәйтәйни, мәйтәйни, мәйтәйни. Құрметті шәкірт, осыменен 4-ші сабағымыз да өз мәресіне жетті. Алла тағала баршамызға разы болсын. Сабақтарымызды ықылас пен ниетпен оқуымызды Құдай тағала өзі нәсіп етсін.